Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен KFC-дағы стрипс рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецептпен дәл KFC-дағыдай қытырлақ, дәмді болып шығады. Әрі тез және оңай жасалады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер тауық, сүт, жұмыртқа, ұн, тұз және бұрыш қажет болады. Ең алдымен тауық етін осындай ірі тілімшелерге кесетін боламын. Өзіңіз қалаған көлемде кесіп аласыз. Мен шамамен осындай тілімшелерге кесемін. Ұнға дәміңізге қарай тұз және бұрыш қосасыз. Мен шамамен бір үлкен шай қасық тұз және жарты шай қасық бұрыш қосқан болатынмын. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырамын. Ыдысқа бір жұмыртқа және сүт құйып араластырамын. Осы кезде майды қыздыра беруге болады. Стрипсыларды қуыру үшін біраз май қажет болады. Жаңағы біздің сүт пен жұмыртқадан жасалған массамызға тауық етін салып, жақсылап тұрып араластырамын. Содан соң тауықты ұнға жақсылап тұрып аунатып аламын. Тауықты қайтадан сүтке салам және де қайтадан ұнға аунатып аламын. Яғни бұл процедураны 2 рет жасауымыз қажет. Май қызған кезде тауықты 2-3 минуттай қуырамыз. Бір жағы піскен кезде екінші жағына аударамын. Стрипсыларды кетчуппен немесе соуспен жеуге болады. Бұндай соус үшін 2 ас қасық қаймаққа сарымсақты үккіштен өткіземін. Тұз сеуіп жақсылап тұрып араластырамын. Және қиярды үккіштен өткізіп аламын. Кішігірім ғана бөлігін. Немесе аскөкті қосуға болады. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, соусымыз дайын болады. Стрипсыларымыз дайын болды. Нағыз KFC-дағыдай қытырлақ, керемет болып шығады. Егер ашшылау болғанды қаласаңыз, онда көбірек бұрыш қосасыз. Видеоға лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.